Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз трайфл малиновый чизкейк әзірлейміз. Ол үшін бөлме температурасындағы майға қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне жұмыртқаның сарысын қосамыз. Пайда болған қою массамызға ұн қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымызды тоңазытқышқа 15-20 минутқа қоямыз. Уақыт өткен соң пергамент қағазының үстіне төсеп, оқтаумен жұқа етіп жаямыз. Үстін шанышқымен тесіп, қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минуттай пісіреміз. Ол піскенше малиновый джем әзірлейміз. Малинаға қант пен крахмалды қосып, блендермен еземіз. Орташа отта қоюланғанша қайнатамыз. Осы кезде үнемі араластырып тұру қажет. Енді кремін әзірлейміз. Алдымен творожный сырға қант ұнтағын қосып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Кейін үстіне сливкиді құйып, қою крем болғанша миксерлейміз. Піскен коржымызды блендермен ұсақтаймыз. Үстіне ерітілген сары май құйып араластырамыз. Енді трайфлды жинаймыз. Астына печенье, кейін малиновый джем, үстіне крем құйып, осы ретпен 2 рет қайталаймыз. Ең үстіне шоколадный крошка себеміз. Трайфл дайын. Трайфлды дайындау үшін қажетті ингредиенттердің мөлшері видеоның описаниясында бар. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.